Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Айып етпеңіздер, енді біраз уақыт жоқ болып қалдым біршама себептермен. Енді сіздер дауыс берген екенсіздер, соң дауыстың көбі программа туралы екен. Енді яғни программа туралы айтып кетейін сіздерге. Сайтын Кайнмастер деген программа бұл. Енді бұлай айтқанда профессионалды түрде жасайтын функциялар өте көп программаға. Және монтаждың ол тек бұдан ғана тұрмайды. Монтаж деген 3-4 түрден тұрады. Енді цветокоррекция дейді. Цветокоррекция мысалы жаңағы түстерді өңдеу, мысалы түстері онша болмай қалады. Түстерін қанық қылып, мысалы бір жерлер темный болып қалады, соны жарық қылып. Сіздерге мына бағдарлама жайлы айта кетейін. Бұның аты Filmic Pro деп аталады. Бұл программамен сіздер настройкалардың бәрін қолдан жасайсыздар. Яғни бұның кәдімгі кинофильм түсіретіндей дәрежеде профессионалды түрде түсіретін камера. Бұмен жаңа фокусировка дейді, ISO дейді, баланс, белок дейді. Оның бәрін сіздерге жеке кеңірек толығырақ түсіндіріп жатам. Сіздер білесіздер ғой, фокусировка деген мысалы арты бұлыңғыр болып тұрады. Мысалы көптеген видеоларда, мысалы клиптерде арты бұлыңғыр болып тұрады. Әдемі болып көрініп тұрады, локациясы күшті болып. Яғни сол видеоларды осы программа арқылы жасаса болады. Егер сіздер мобилографияны толық меңгеріп және жақсы біліп, жақсы фотомен инстаграмыңызды жақсы контенттермен толтырып, мысалы видео, фотоларға толтырып жасағыңыз келсе, сіздерге айтатын, білетін мәлімет өте көп. Енді біз сіздерге жайлап шетінен бастап айта береміз. Мысалы, мына программа VSCO деп аталады. Мысалы, бұда жаңа айттық қой, цветокоррекция дейді ғой. Осыда дайын сондай дайын фильтрлер бар. Сіздер осыны қолдана аласыздар. Бұны жаңа Google'дан взлом деп жазсаңыз, VSCO взлом скачать деп жазсаңыз тауып аласыздар. А то бұлай Play Market'те бұл платный болып тұрады. Сіздерге өте несем бір лайфхак айтайын сіздерге. Мысалы, телефондарда обычный камерада жаңа Pro деген или Profi деген жаңа настройкалар болады. Яғни сол настройкаларда жаңа выдержка дейді, жаңа сол выдержканы көбейткен сайын, ISO-ны до конца қоясыз. Выдержканы көбейткен сайын сіздерге қараңғыны жарқып түсіретін качестволы фотолар ала аласыз. Выдержка деген жаңа ол мысалы жаңа секундтармен көрсетіп тұр ғой, жаңа 4-8 секунд, 16 секунд, 32 секунд деп. Сол 32 секунд бойы олар жаңа снимканы алатын болады да, 38 секунд снимка алады, соның бәрін біріктіріп бір жарық фото шығарады. Сіздерге және бір айта кететін жайт, бұны түсіріп жатқан кезде телефон дірілдемеу керек, ешқандай діріл болмау керек. Штатив немесе отырып, или қолыңызды бір затқа сүйеп түсіріңіз, әйтпесе фотолар қимылдап кетеді. Қазір обычный камерамен ночной камераны салыстырып көретін боламыз. Мына фотоларды салыстырсаңыз, толығырақ айтқанда нихуевый шығады. Достар, телеграм каналға күнде кіріп отырамыз. Ұнаса достарыңызды шақырыңыздар. Сіздерге көптеген лайфхактар және басқа заттар үйретіп отырамын.